Намаз оқыңыз, нұрнама оқыңыз. Намаз оқыңыз, салаватун нария оқыңыз. Намаз оқыңыз, Гәнжул аршты оқыңыз. Намаз оқыңыз, бүкіл дұғаларды айтыңыз. Біздікілер намазды жинақ қойды да, күшті дұғаларды оқиды. Андай наворочный дұғаларды оқиды. Айналайын. Бірінші намаз оқы, намаз парыз. Қалған дұғаңды оқи жатарсың. Мәселе содай. Мына Ресейдің Лео Бакерия деген дүние жүзіндегі ең атақты бір кардиолог маманы бар. Кардиологияның профессоры, академигі Лео Бакерия деген. Содан сұрайды, осындай мәселені сұрайды. Мына қолға тағатын браслет бар екен дейді, давлениені түсіреді екен дейді. Соны тақсам бола ма дейді. Дәрі іш дейді, содан кейін браслет таға бер дейді. Құдысы сияқты, құрметті ағайындар. Сіз намаз оқыңыз, содан кейін барып қандай дұға оқысаң, ондай дұға оқы. Абай атамды оқы, шәкәрімді оқы, бәрін оқы. Саған соның бәрі тәлім береді. Қазақтың ертөстікті оқымаған десең, ол да пайда береді. Үшкенді оқысаң да болады. Мәселе сода подражание Корану деген жақсы өлеңі бар. Ол да сізге пайда береді. Золотая рыбка дегені бар. Қанағаттыққа үйрететін ертегісі. Соның өзі басня дейді ғой, сол басняның өзінде пайда бар. Бірақ намазбен оқы. Мәселе сода.